Биыл еліміз бойынша 70 мыңнан астам грант бөлінген болатын. Бір ерекше жағдай, соңғы 3 жылда Атырау және Маңғыстау өңірінің бітіріп жатқан талапкерлеріне мына президент тапсырмасына сәйкес грант бөлініп келе жатыр. Биыл Атырау облысына 10,5 грант тапсырды. Сол 10,5 грантты оқуға қабылдау үшін университетімізге 42 жоғары оқу орны келіп отыр. Олар шығыстан, солтүстіктен, орталықтан, Қазақстанның барлық жерінен бар. Біздің талапкерлер үшін бұл керемет мүмкіндік. 10,5 бала сол грантқа өте алады деген жақсы мүмкіндік бар. Одан бөлек биыл біз Атырау облысы төтенше жағдай жарияланған облыстардың бірі болғандықтан біздерге бөлінген гранттың 20%-ы су апатынан зардап шеккен облыстарға беріліп жатыр. Тараз қаласында ұлттық гидромелиорациялық университет ашылып жатыр. Сол университетке 210 су шаруашылығы мамандығына 210 грант бөлініп отыр. Соларды Атырау облысындағы жастарға түсіндіруге келіп отырмыз. Таңдау пәні физика, математика 50 балдан жоғары болса болады. Және бізде қазфосфат зауыты бар, Жамбыл облысында Дулати университеті және Россияда Менделеев университетімен бірлескен филиал ашылып жатыр. Ол жерге химия, биология, химия, физика пәндері бойынша студенттер қабылдайды, талапкерлер қабылдайды. Ол жерге 30 грант бөлінген.